Good morning guys. Бүгін біз ағылшын әлем тілі атты жобасында сіздерге ағылшын тіліне жалпылама шолу жасайтын боламыз. Бүгінгі видео сабағымыздың тақырыбы Present Simple. Present Simple бұл ағылшын грамматикасының бастамасы, ағылшын грамматикасының ең бірінші шақтарының бірі. Осы шақ ішінде бізге фактілер, күнделікті өмірде қайталанатын заттар және көптеген басқалар қарастырылады. Ал енді мысалға Present Simple қолданылатын әрекеттер. Present Simple ең біріншіден үнемі қайталанып отыратын әрекеттерді айтқанда қолданылады. Біріншіден, мен мектепке барамын. I go to school every day. Менің мектепке баруым ол рутина. Әр апта сайын немесе әр күн сайын қайталанып отырады. Сондықтан да мен Present Simple'ды қолданамын. Екіншіден, ғылыми фактілер. The sun rises at the east. Күн шығыстан шығады. Бұл бәріне белгілі және ғылымның өзімен дәлелденген факт. Үшіншіден, Present Simple ол кесте немесе алдын ала жоспарланған оқиғалар туралы айтқанда. Мысалы, The train leaves at 6 p.m. Пойыз кешкі 6-да жүреді. Біз біріншіден Present Simple'да сөйлем құрауды үйренетін боламыз. Present Simple'дың өзіндік бір формуласы бар. Ең бірінші бастайтын болсақ, ол бізде positive form, яғни болымды сөйлем. Ол үшін бізге ең біріншіден subject, яғни есімдік, одан кейін verb, етістік қажет. Мысалы, I read a book. I read a book, ол мен кітап оқимын. I дегеніміз бұл бізде subject, verb дегеніміз бұл бізде етістік, яғни read оқимын, ал одан кейін book, ол бізде жай ғана object. Осылайша біз болымды сөйлем жасауды үйрендік. Болымсыз сөйлемде бізде subject ең басында адам немесе кез келген басқа зат. Оған сосын do not немесе does not қосамыз. Өйткені бұл болымсыз сөйлем. Және де соңында сенің бір әрекетің. Сонымен Present Simple'да сөйлем құраудың соңғы этапы. Ол бізде question, яғни сұрақ қою. Біріншіден ол бізде ең бірінші болып бізде do немесе does болады. Do does'дан кейін бізде әрдайымда есімдік, яғни subject қолданады. Одан кейін бізде verb, одан кейін сұрақ белгісі. Яғни do you like coffee? Сен кофені жақсы көресің бе? Сонымен құрметті көрермен, бүгінгі видеоролигімізде біз ағылшын тіліне жалпы шолу жасадық және Present Simple'дан қалай сөйлем құрау керек екендігін үйренген болатынбыз. Бүгінгі видеомыз тәмам. Біз сіздермен қоштаспаймыз. Келесі кездескенше. Keep calm and learn English.